Үңгір ұлтшылдығы артық кеткен теңеумен Дәурен Абаев қазақ елінің ызасын тудырып, ел патриоттарының наразылығына әкеліп соқтырды. Аталмыш мәселе бір апта бұрын орын алғанына қарамастан, әлеуметтік желіден бастап әрбір шаңыраққа дейін осы тақырыпты қызу талқылап жатыр. Ал шын мәнінде не болды? Сараптап көрейік. Армысың қазақ елі? Арнада қара жәшік, сіздермен бірге Қали Әубәкіров. Қоғамымызда тіл жанашырларының белсенділігі жөнінде ақпарат онды-сонды жарияланып тұрады. Оның өзі мемлекеттік бақ осы тақырыпқа аса көңіл бөлмей, тек қазақ тілді контент дайындайтын тәуелсіз басылымдар ғана халыққа жеткізіп отырады. Атап айтқанда, YouTube-та Тіл майданы онлайн партиясы атты арна баршылық. Олардың белсенділігі жөнінде өзінің бір шығарылымда айтқан болатын. Осы видеоның сілтемесі төменде жарияланады. Одан бөлек, Facebook және басқа әлеуметтік желілерде тілімізге жан ашитын жандар көмегімен видеолар тарап отырады. Олардың түпкі мақсаты қандай? Әрине, әрбір қазақтың арманы болып келетін қоғамның барлық жерлерінде мемлекеттік мекеме болсын, жекеменшік компания болсын, қызмет көрсету, ана тілімізде іске асырылуына қол жеткізу. Сонымен қатар, қазақ тілі қоғамда күнделікті өмірде негізгі тіл ретінде қалыптасуына жағдай жасау. Ескеретін жайт, тіл майданы қозғалысының мүшелері тек орыс не басқа өзге ұлт өкілдеріне ғана емес, өзіміздің қаракөз қазақтардан да кез келген азаматтан қызмет көрсетуді заң негізінде қазақ тілінде талап етіп жүр. Демек, осы орайда олар нацистер деген жаланы жоғарыда аталған факт жойып отыр. Одан бөлек, тіл жанашырлары қызмет көрсетуді қазақ тілінде талап етіп қана қоймай, бірнеше митингте ұйымдастырған. Нақты ұсыныстары бар ашық хаттарды билікке жіберген. Сонымен қатар, Абзал Құспан көмегімен Казкоммерцбанк пен Эйр Астана қатысты отқан екі сот процесі де. Қазыбек Иса парламент мінберінде үкіметке ұсынған тіл туралы заңға өзгертулер де. Кезінде Мұхтар Шаханов ұйымдастырған құрылтайлардың барлығысы да ана тіліміздің мәртебесін биік көтеру мақсатында жасалған. Сондықтан осының барлығы тек қазағымның ертеңі болыңғыр болмасын деген оймен жасалып жатыр деген сенімдемін. Мен ойымша, негізі Ресей осы ақпараттық шабуылды бекерден бекер бастаған жоқ. Себебі олардың барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес басылымдар мен арналардан тіл майданы қозғалысына қарсы жасаған ақпараттық әрекеттерінің түпкі мақсаты қоғамымызға іріткі салу болды деген сенімдемін. Нәтижесінде олар өз дегендеріне жеткен сыңайлы. Қазіргі таңда қазақ қоғамы тіл майданы не Дәурен Абаев дейтін екі жақты бөліп жақтап отыр. Демек, қоғам кезекті рет бір-бірін айыптап, ортасынан қағылып отыр. Аталмыш мәселенің арқасында биліктің ұлтшылдарға қазақ тілінің дамуына деген көзқарасы түсінікті болды. Сонымен қатар, Ресейде тырнақ астынан кір іздеп, қазақтарға керек болса орыстарды қорғаймыз, олардың құқықтарын таптауына жол бермейміз деген жасырынды хабарлама жібергендей болды. Әрі осыдан кейін Ресейдің ақпараттық шабуылдан соң үкімет тіл туралы заңды өзгертуге қорқады деп ойлаймын. Бірақ өзгертпесе, жағдай мүлдем ушығуы ықтимал. Қорытындыласам, елімізде ұлтжанды және ұлтшыл азаматтар көбейіп жатыр. Олардың қатары жастармен толықса керемет болар еді. Бірақ тілімізге деген құрметтілікті әлі де арттырып, халық санасы оянуға қажет. Тағы осылай 30 жыл ертең түзіледі деп өмір сүре берсек, барлығынан айылатынымыз хақ. Ал билік болса дереу арада тіл туралы заңды өзгертіп, қазақ тілінің мәртебесін заңдық негізде көтеруі керек. Сонымен қатар, ресми не бейресми кездесулердің барлығын тек қазақ тілінде өткізгені абзал. Ең бастысы, кезекті рет елімізге ақпараттық шабуыл жасалғанда билік өз азаматтарымыздан кінәлілерді іздемей, мардымды жауап беруі хақ. Әйтпесе осылай жүре берсе, өздері байқамай тәуелсіздігімізден айыруымыз әбден мүмкін. Арнаға жазылып, пікір білдіріп, лайк басуды ұмытпаңыздар.